Қазақша жақсы сөйлейді екенсіз. Турок умеет на казахском говорить. Третий интернационал дегенде сондай емес па? Все нации по-корейски понимаем тоже. Қазақша сұрақ қойса қазақша жауап береміз, түрікше сұрақ қойса түрікше жауап береміз. Әке шешелеріміз корейцы, Стамбулды, Анталияны көрдік, Бурсаны көрдік. Апамыз мықты, ауылда магазинде тұрып та андай түрік сериалдарда бүйтіп отырады ғой әдемілеп. Тура сондайға жеттім. Қалың деген бізде алынбайды, бізде ондай қалың мал жоқ. Қазақты басқа мемлекетке айырбастағыңыз келе ма, келмей ма? Келмейді. Қазақстанды. Келмейді. Ұлтымыз мысалы басқа ұлт болсақ та Қазақстанда өмірге келгендіктен мен мысалы Қазақстанда ауыстырмас едім. Басқа маған айтса барып сол жерде тұр десе. Бағанды ертеді. Кім не ертең? Біреу бірдеңе дей ме не? Иә, сол айда шығады. Неге біз ашық аспан астында өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Тәуелсіз мемлекетпіз. Бәнін көру керек қой. Мынау Чечилге ұқсайтын сияқты. Чечил ма? Бұған енді қазір квас керек болды ғой десе. Демек кісілер әлі жылқының етін жемейсіздер. жылқының етін жемейді. Не істеймін мен ол жақта? Қазақтардың мен ішінде тұрғасын, мен де қазақ сияқтамын ғой. Күріш өзімен бірге Дальний Востоктан қаппен күріш алып келген ғой. Сол жолда сол күрішті таусылмай ал келіп сол тұқымы деп сол күрішті егіп осылай ауыл. Үйде не қылмайды, далада жуатын едік қыста кірді. Үш тілде сөйлей береміз. Қай тілде сұрақ бізге қойса, сол тілде біз жауап береміз. Жерде сор болды ғой, уже дұрыс шығып отыр, оншама ойында шықпай жатыр жерден. Сол кіші қызым қазақ тілін меңгерсін деп балабақшаға да, сосын мектеп алды даярлық топқа да қазақ сыныбына бердік. Қазақ сыныбына. Иә. Өлген адамдар вагоннан лақтырып кете берген дейді. Вагоннан жерге лақтырып отыр.